Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 2-32 есеп 8 сынып алгебра атамұра баспасы. Сонымен теңдеулерді шешімдер делінген, бізде квадрат теңдеулер берілген. Шешімдерін табайық. Бірінші есебі 2х квадрат плюс 3х плюс 1 тең 0. Оқылықта берілгенде бізде квадрат теңдеу ax квадрат плюс bx плюс c тең 0. Бұл жерде бірінші біз дискриминантты анықтаймыз. v квадрат минус 4ac формуласымен. Енді a, b, c коэффициенттерін жазып алайық. a бізде 2-ке тең болып тұр. v бізде x-ның алдында коэффициент 3-ке тең болып тұр. c бос мүше 1-ге тең болып тұр. Дискриминантты анықтайық. Формула бойынша v квадрат минус 4ac, демек v-ның квадраты 3-тің квадраты болады. Демек минус 4 көбейту a-мыз 2-ке тең, c-мыз 1-ге тең. 3-тің квадраты 3 көбейту 3 ол бізде 9, азайту 4 2 8, 8 1 8. Сонымен 1 бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбір болады. Енді дискриминант 0-ден кіші болса, шешімі жоқ, түбірі жоқ. Дискриминант 0-ге тең болса 1 түбір болады. x-тен минус 2 адам b. Ал егер дискриминант 0-ден үлкен болса 2 түбір болады. Минус v плюс минус түбірасы дискриминант бөлінген 2a. Сонымен x бірінші екінші түбірлері бізде. Формулада минус v, v-мыз бізде 3, демек минус 3 плюс минус түбір астында дискриминант ол 1-ге тең болды бізде. 2 көбейту a-мыз бізде 2-ке тең. Минус 3 плюс минус түбір асты 1-ден 1 шығады. 2 2 4. Енді мына плюс минусты бөлек-бөлек есептейміз. x1 бізде плюсын алайық бірінші. Минус 3 қосу 1 бөлінген 4. Минус 3-ке плюс 1-ді қоссақ, минус 3-тің модулі үлкен болғандықтан минус сан шығады. 3-тен 1-ді азайтамыз, 2. Енді 2-ке қысқартып жіберсек болады, минус 2-ден 1. Немесе ондық бөлшек түрінде минус 0,5 деп жазсақ болады. x2 бізде. Енді минусын аламыз. Минус 3 минус 1 бөлінген 4. Минус 3 минус 1 ол минус 4. 2 теріс сан қосынысы теріс сан болады. Модульдары қосылады. Енді минусты плюске бөлсек минус, 4 4-ке бөлсек 1. Сонымен жауабы бізде бірінші есептің x1-міз минус 0,5 болды. x2-міз бізде минус 1 болды. Келесі екінші есебін шығарайық. Екінші есебінде бізде 2х квадрат плюс x плюс 2 тең 0. a бізде x квадраттың алдында коэффициент 2-ке тең. v бізде жазылмаса, егер ол 1-ге тең деген сөз. c бізде 2-ке тең екен. Дискриминантты анықтаймыз. v-ның квадраты формула бойынша минус 4 a-мыз 2-ге тең және c-мыз 2-ге тең. Минус 1-дің квадраты ол 1, мына жерде минус 2 2 4 4 4 16 тең болады минус 15. Енді минус 15 дегеніміз бізде 0-ден кіші. Демек бізде дискриминант 0-ден кіші болса шешімі жоқ етін. Бұл бос жиын болады. Жауабы бос жиын немесе шешімі жоқ. Үшінші есебін шығарайық енді. 4х квадрат плюс 4х плюс 1 тең 0. a бізде сонымен x квадраттың алдында коэффициент 4-ке тең, v тең, ол да 4-ке тең екен, және c тең 1. Дискриминантты анықтайық.
v-ның квадраты демек 4-тің квадраты минус 4, a-мыз 4-ке тең, көбейту с-мыз 1-ге тең. 4 4 16 минус мұнда да 16 тең 0. 0-ге тең болғанда бізде бір ғана түбірі болады. Ол мынандай формуламен есептелінеді. Минус 2-дан v. Минусын қояйық. v-мыз бізде 4, 2 көбейту a-мыз 4. Мұнда 4 пен 4-ті қысқартып жіберейік, сонда минус 2-ден 1 болады. Жауабы сонымен бір түбірі болды. X тең болды минус 2-ден 1. Немесе минус 0,5 деп жазсақ та болады, ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ. Біз осылай қалдыра берейік. Төртінші есебі x квадрат плюс 5x минус 6 тең 0. Сонымен a бізде жазылмаса ол 1-ге тең деп ойлаймыз. v тең x-тің алдында коэффициент 5-ке тең, және с бізде бос мүше минус 6. Дискриминантты анықтаймыз. v квадрат демек 5-тің квадраты минус 4 көбейту a-мыз 1 және көбейту минус 6. 5-тің квадраты 25. Мұнда 2 минус болса плюсті береді бізге. 4 1 4, 4 6 24. Қоссақ бізде 49. Және бұл бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбірі бар. Формула бойынша минус v, демек v-мыз 5, минус 5, плюс минус түбір асты дискриминант. Оны есептеп тапты, ол 49 болды бізде. Және 2 a-мыз бізде 1-ге тең. Ықшамда жіберейік, минус 5, плюс минус 49-дан 7 шығады түбір астынан, өйткені 7-дің квадрат 49. Мұнда 2 бірім 2. Бірінші біз мұнда плюсті аламыз. Минус 5 плюс 7 бөлу 2. Минус 5-ке 7-ні қосқанда бізде 2 шығады. Модулі әртүрлі 2 санды қосқанда модуль үлкені модуль кішісін азайтып, модуль үлкені таңбасын қоямыз. Мұнда плюс 7 модуль үлкен, сондықтан 7-тен 5-ті азайтып, плюс 2 плюсті жазбай қойсақ болады. Мұнда 2 бар. 2-ні 2-ке бөлсек ол 1 болады. Екінші түбірін табайық енді. Минус 5 мұнда минусын аламыз. Минус 7. Науда екеуі де теріс сан, демек модульдарын қосып алдына минус таңбасын қоямыз. Минус 7-ге 5-ті қоссақ 12. Минусты плюске бөлсек минус. 12-ні 2-ке бөлсек 6. Осы бізде жауаптары болды демек. Жауабы x1 1-ге тең болды, x2 бізде минус 6. Сонымен берілген есептерді шығардық, және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сіріңке шырпылармен жасалған бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыста деген. Сол жағында 5 қосу 11 ол 16, оң жағында 9. Осының бір шырпысын жылжытсақ, бізде теңдік дұрысталады. Шешімін тапсаңыздар комментарийға жазып кетіңіздер. Егер шешімін білгілеріңіз келсе, шешімі 2-ші каналда, логика бас қатырғыш каналында описаниядан тауып тіркелсеңіздер болады. Және каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, достарыңызға да таратыңыздар. Оларда үй жұмыстарын бізбен бірге орындасын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.